әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді. Қазіргі заман. Біреулер сен жайлы жақсы сөздер естісе, оны басқалардан жасырады. Егер сен жайлы жаман сөзде естісе, оны басқаларға таратуға асығады. Ал егер сен жайлы еш нәрсе естімесе, ойдан құрастыра бастайды. Кейбір адамдарды қатты жек көріп кетуді қаласаң, кейде оның жалғыз шешімі олардың өмірінен шығып кетуің ғана. Өз қадірін білетін қанағатшыл адам өзгеге қызғаныш жасамайды. Пейілі кең болғандықтан бақытты өмір сүреді. Өзімшіл бейшара адамдар өзгенің жақсылығына іші күйіп, қызғаныштан жарылардай болып өмірін қайғырумен өткізеді. Ұрыс керіс кезінде біреудің көңіліне тиетіндей ауыр сөз айтпаңыз. Кейін татуласып кетерсіздер, бірақ айтылған сөз адамның көкейінде ұзақ уақыт сақталады. Өмірде жалтақ болмаңдар. Біреудің аузына қарап, соның айтқанына көніп, айдауында жүруді ізеттілік осы екен деп жаңсақ түсінбеңдер. Құлдыраудың себептері: үнемі шағымдану, өкпелеу, ренжу, қателіктері үшін басқаларды кінәлау, ешқашан еш нәрсеге риза болмау. Адам дүниеге келгенде тәкаппар болып туылмайды. Адам туылғанда таза, пәк күйінде болады. Тәкаппарлық адам баласына жолдан жабысатын мінез. Бір-екі белестерді бағындырған кезде, бір жұмыстарың өрге домалаған кезде, жолың ашылып армандаған армандарыңа алға қойған жоспар мақсаттарыңа жеткен кезде, бір кісілерде тәкаппарлық мінез пайда болады. Бәріне өзім жеттім, өз қолымды өз аузыма өзім жеткіздім деп көкірегін ұра бастайды. Негізінде олай емес екенін, Алланың берген бағы, сыйы, несібесі екенін ұмыт қалдырады. Не маңызды? Адаммен қалай танысқаның маңызды емес, қалай араласқаның маңызды. Атқарған шен қызметің маңызды емес, адамдық ізетің маңызды. Доспыз деп жар салғаның маңызды емес, нағыз достығың маңызды. Қымбат көлігің маңызды емес, қымбатта адал көңілің маңызды. Қай жерде туғаның маңызды емес, адамдық парызды ұмытпағаның маңызды. Алыста жүргенің маңызды емес, қай жерде жүрсең де қадіріңді жоғалтпау маңызды. Қанша оқу орнын бітіргенің маңызды емес, адамдық тірлік, азаматтық іс бітіргенің маңызды. Әйтеуір тірі боп бос жүргенің маңызды емес, жарқырап жайнап өкінбейтіндей өмір сүргенің маңызды. Бұл өмірде түсінгенім, қатты ақкөңіл, аңқау, жуас адам болмау керек. Себебі адамдар сені төмен санай бастайды. Сені пайдаланғысы келеді. Бір сөзбен айтқанда сені менсінбейді. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңілі қалғанда. Өмірде ең қиын не екенін білесіз бе? Алланың сынағы, жүректегі мұң, іштей жылаймыз, сырттай күлеміз. Болмай тұрма көңіл күйің, түсінемін өмір қиын. Сен еңсеңді түсірмеші, ұсынады өмір сыйын. Кімге керек жылағаның? Пенделерден сұрамағын, тас жүрекке айналған көп, сабақ болар құлағаның. Жақсыға қылсаң жақсылық нұр болып өзіңе қайтады. Жаманға қылсаң жақсылық жыр қылып өсек айтады. Кісіге жақсылық жасамас бұрын, ол адамды дұрыс танып білген дұрыс па деп қалдым. Себебі мен өмірде сондай адамдарға тап болдым, және қалған өміріме азық боларлықтай үлкен сабақ алдым. Ет пен сүйектен жаралған пенденің бәрі де бірдей емес. Адамды танып білуден қателеспеңіздер деген кеңес айтар едім.
Мен темекі тартпаймын, бірақ қалтамнан сіріңке тастаған емеспін. Жүрегіме күмән кіріп, күнәға қарай қадам басып бара жатсам, сіріңкені жағып алақаныма қойып, сен мына ыстықтың өзіне шыдай алмай тұрсың, ертең тозаққа қалай шыдайсың деп өзімді тежеймін. Адамның жаны қаншалықты лас болса, соншалықты менмен тәкаппар болады. Жаны жетпеген шыңға тұмсығымен жетуге тырысады. Сый білмейтін адамды сыйламаймын, ұнатпайтын адамды қинамаймын. Өз үйімдей таза ұстап өмірімді керек емес қоқыстан жинамаймын. Сізге ашуланған, бірақ жаман ештеңе жасамайтын адаммен достасыңыз. Себебі ашу адамның мінезін ашады. Бұл әлемде керектінің бәрі бар. Еңбек етсең іздегенің бәрі табылар. Жүрер болсаң тек адалдық жолында, бақытыңның шырағы да жағылар. Қамшының сабындай 5 күнде, алданба ғажайып 5 күнге. Сенуге болады өзіңе, сенуге болмайды ешкімге. Жалғанның бір тұтам құйрығы, шынтақтың шынайы сыйқұны. Алланың ақ жолы ақиқат, пенденің өзгерер пиғылы. Өмір деген бітпейтін баяндама, миллиондаған мыңдаған аялдама. Қай бекеттен қай күні түсіп қалам, мендік тағды бір Аллаға ғана аян. Асып-тасып төгілетін, алқынып ұшатын көңіл-ай, өзгерместей көрінетін баянсыз 5 күндік өмір-ай. Әлемнің жақсысы өзім деп біліңіз, қып-қысқа өмірде ойнаңыз, күліңіз. Бітпестей боп жүрген мұны қу жалғанда, жай ғана жолаушы жандардың біріміз. Өмірдің әр күні Алланың сыйы ғой, ендеше Аллаға шүкір деп жүріңіз. Жақсы адам жақсы сөзді тереді, жақсы ойлап жақсылыққа сенеді. Жақсы достар бір-бірін қолдап тек, бар жақсылығын қолындағын береді. Сыйластықтан жасай берші жақсы адам, сыйластық қой біздерге ең керегі. Мұңаймашы қалса дағы гүлің солып, сен мықтысың бәрінен де бүгін соны ұқ. Күндейтіндер аз емес, күндей берсін, күндегеннен қалмайды күнің сөніп. Өрле қайта есе түс, төмендеме, өресізбен өлшенер өрең неге. Қанша бірақ биіктеп кетсең дағы, дұшпан барын ұмытпа төбеңде де. Ең бастысы түсірме көңіліңді. Хит еткенге елеңдеп, әркімге бір төмендеп, өмір сүрме ешқашан ақтығыңды дәлелдеп, адамға ештеңе жақпайды. Ақ болсаң да таптайды, төмендей берсең алдында езіп шаншып тастайды. Шықса да мейлі ығырың, биікте тұрсын тұғырың. Адамдарға ақталып жүргеніңде жетпей қалмасын бауырым бір ғұмырың.